саясий оппонент деп. Мен да саясий оппонент жоқ менің. Мен кейін да президентке қойбойм, депутатқа қойбойм, же партия лидері да болбойм. Мен қызматтан кеткенден кейін 6 жылдан бұйырса, Құда қаласа, есенама жақ тапшырып, осы қызматымды елдің арасында жүргенде де қалайым жөнекей болды. Жақсы жаманда қатысып чоң болды. Ушуну қалайым. Саясий оппонент деген ким болады? Қашан кейінгі билікке атаңдаш болса, билікке қызматқа билікке барғанға, ошо саясий оппонент болады. Азыр эми саясий оппоненттен баарына мен бирдей шарт түзүп берейин деп атам. Ошонун үстүндө болуп, бирдей түзүп берейин, кейинки 20 жылкы парламент шайлоодо эл колдогону, келсин деп атам да. Ушул эле. Анан эми иш козголсо, мен козгогон жокмун да. Мурун козголгон. Ана козголгон ишти мен укугум жок да мыйзамда. Сен жаапка ачып кой дей тургандай. Козголсо, ошол козгогон орган өзү жооп берет деп кылышты.